Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бәрі ойдағыдай деп ойлаймын. Бүгін біз сіздермен сабақта нөмір 7 зертханалық жұмыс тоқ көзінің ішкі кедергісі мен электр қозғаушы күшін анықтауды үйренеміз. Жұмысымыздың мақсаты тоқ көзінің электр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтау. Бүгінгі біздің жұмысымызға қажетті құрал-жабдықтармен тоқталайық. Алдымен тоқ көзі гальвани элементінің 4,5 вольт батареясы, амперметр, вольтметр, реостат және де өткізгіш сымдар. Құрал-жабдықтармен таныс болсақ, ендеше қысқаша теорияға көз жүгіртейік. Сұлбасы суретте көрсетілген тізбек бөлігі үшін және толық тізбек үшін Ом заңдарын қолданып, тоқ көзінің электр қозғаушы күшін өрнектейміз. Біз бұны бірінші формула деп белгілейік. Реостаттың көмегімен тізбектегі тоқ күшін өзгертеміз. Сонда бірінші формула мына түрге келеді. Біз бұны екінші формула деп белгілейік. Бірінші және екінші формулалардың шығатыны, демек біз тоқ көзінің ішкі кедергісін формуласын аламыз. Біз бұны үшінші формула деп алайық. Үшінші формуланы бірінші формула қойсақ, келесіде өрнекті аламыз. Алынған өрнек тоқ көзінің электр қозғаушы күшінің формуласы болып табылады. Жұмыстың орын алу ретімен тоқталайық. Алдымен 12-ші суретте көрсетілгендей сұлба бойынша тізбекті жинауымыз қажет. Сұлбада көрсетілгендей гальваникалық элементке алдымен вольтметрді жалғауымыз қажет. Қанеке, вольтметрді жалғайық. Сәйкесінше оңды оңға, теріс біз теріс таңбасы бойынша жалғаймыз. Кейіннен суретте көрсетілгендей біз келесі амперметрді жалғауымыз қажет. Амперметрді жалғайық. Амперметрді жалғадық. Сұлбада көрсетілгенде келесі біз нені жалғауымыз қажет? Әрине біз реостатты жалғауымыз қажет. Қанеке, реостатты жалғайық. Осылайша біз 12-ші суретте көрсетілгендей сұлба бойынша тізбекті жинадық. Тізбекті жинап біткен соң, тізбекті тұйықтаймыздағы амперметр I1 мен вольтметр U1 көрсеткіштерін жазып аламыз. Сәйкесінше амперметр I1 көрсеткішіміз бізде 0,4 амперге тең, вольтметр U1 көрсеткішіміз бізде 1,5 вольтқа тең. Содан кейін реостаттың кедергісін арттырып, сырғытпаны жаңа орынға орналастырамыздағы амперметр I2, вольтметр U2 көрсеткіштерін жазып аламыз. Сәйкесінше амперметр I2 0,1 амперге тең, U2 бізде 2,2 вольтқа тең. Тәжірибемізден алынған нәтижелерді кестемізге енгізейік. Бізде I1 0,4 амперге тең болатын, U1 бізде 1,5 вольтқа тең болатын, I2 бізде 0,1 ампер, U2 бізде 2,2 вольтқа тең болатын. Енді біз сіздермен электр қозғаушы күш пен және ішкі кедергіні анықтауымыз қажет. Ендеше біз сіздермен тоқ көздің ішкі кедергісін анықтап алайық. Тоқ көздің ішкі кедергісін қалай анықтаушы едік? Дұрыс айтасыздар. R тең U1 минус U2 формуласы арқылы бөлінген I2 минус I1 формуласы. Мәндерімізді сәйкесінше орындарына қояйық. U1 бізде нешеге тең еді? Дұрыс айтасыздар. 1,5 вольтқа тең болады. Аз айтылған 2,2 вольт болатын. I2 бізде нешеге тең еді? I2 бізде 0,1 амперге тең болады. I1 бізде сәйкесінше аз айтылған 0,4 ампер болады. Өрнегімізді есептесек, жауабымыз бізде 2,3 Ом болады. Осылайша біз сіздермен тоқ көздің ішкі кедергісін анықтап алдық. Біз сіздермен тоқ күшінің ішкі кедергісін анықтадық. Енді біз сіздермен тоқ күшінің электр қозғаушы күшін анықтайық. Ол үшін біз эпсилон тең U2 көбейтілген I1 азайтылған U1 көбейтілген I2 бөлінген I1
минус I2 формуласын қолданамыз. Сәйкесінше осы формуламызға мәндерді қояйық. Бізде U2 2,2 вольтқа тең болады. Көбейтеміз 0,4 амперге, азайтамыз 1,5 вольт, көбейтілген 0,1 амперге. Бұның барлығын бөлеміз 0,4 ампер, азайтылған 0,1 амперге. Сәйкесінше осы формуламен бойынша есептесек, жауабы 2,4 вольт болады. Осылайша біз сіздермен тоқ көзінің электр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтауды үйрендік. Сәйкесінше алынған нәтижелерімізді кестеге енгізейік. Бізде тоқ көзінің электр қозғаушы күші 2,4 вольтқа тең болды, ішкі кедергісі 2,3 омға тең болды. Қолданылған аспаптардың дәлдік класы бойынша қателіктерін ескеріп, есептеңіздердағы алынған нәтижелерді кестеге енгізіңіздер. Осылайша біз бүгінгі зертханалық жұмысымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта тоқ көзінің электр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін анықтауды үйрендік. Қанеки, бүгінгі алынған білімдерімізді бекіту үшін келесі сұрақтарға жауап берейік. Тоқ көзінің электр қозғаушы күші дегеніміз не? Тоқ көзінің ішкі кедергісі дегеніміз не? Тоқ көзінің электр қозғаушы күші мен ішкі кедергісін қалай анықтаймыз? Оқушылар, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау, сәлеметті болыңыздар.